айналған неміс тайгер ай танкі одақтастарды қорқытатын, өлімге әкелетін атыс күшімен жоғары қару жарақты біріктіретін беделге ие. Пенза иве танкісін ауыстыру қажеттілігі 1938 жылы бірнеше прототиптер жасалған кезде пайда болды. 1941 жылы Хеншель VK-36-1-ге жақсы бронды қорғаныс, қуатты зеңбірек және 40 милсағы немесе 25 милсағы максималды жылдамдық сипаттамасымен тапсырыс берді. Танк үлкенірек болуы керек еді. Ал 1941 жылдың мамырында VK-4501 деп аталатын 45 тонналық танкке тапсырыс берілді. Ол 8,8 сантиметрлік тапаншамен қаруланған. Прототиптің мерзімі Гитлердің келесі туған күнінде аяқталып, бірнеше құрылымдық элементтердің дамуын жеделдетуге мәжбүр болды. Ол аяқталғаннан кейін оны VK-4501H деп атайды. Бұл Хеншель дегенді білдіреді. Байқау аясында Porsche өз дизайнын жасады. VK-4501 сол талаптарға сай. Екі дизайнда Гитлердің туған күніне белгіленген мерзімде жасалғандықтан, өндіріс үшін Хеншельдің дизайны таңдалды. Ол Panzerkampf Wagen Tiger Osp ретінде белгіленді. Бірақ сайып келгенде, соңғы дизайн бұрынғы Хеншель және Porsche прототиптерінің бөлшектерінің қоспасын пайдаланады. Мұнара мен круп мылтығы өзгеріссіз қалады. Жолбарыс танкінің экипажы 5 адамнан тұрды. Оның ішінде командир, зеңбірекші, оқтаушы, сонымен қатар корпустағы жүргізуші мен радиооператоры бар. Құрыш өте қалың, 25-тен 120 мыңға дейін болды. Бұл тамаша қорғанысты қамтамасыз етті. Кедір бұдыр жерлерде қозғалу немесе ұрысқа дайындалу үшін кеңірек жолдар орнатылып, тартымдылықты арттырды. 1943 жылы 55 тонналық резервуар 690 ат күші немесе 515 киловатт Майбах-Хель 230 45V12 бензин қозғалтқышымен жұмыс істеді. Бұл көліктің қуаты өте әлсіз болды. Ал танктың максималды жылдамдығы 38 милсағы немесе 24 милсақ болды. Танктың техникалық ақауларының бірі балшықпен бітеліп қалған доңғалақ аспасының жабылуы болды. Ал шығыс майданда бұл әсіресе қауіпті болды. Өйткені балшық қатып, резервуарды толығымен иммобилизациялады. Тайгер айның қару жарағы американдық Шорман сауытын тесіп өтуге қабілетті, өлімге әкелетін 88 мың VK-36 зеңбірегі мен 2 MG-34 немесе MG-42 пулеметтерінен тұрды. Біреуі тумбочкада жұптастырылған, екіншісі тағы біреуі корпустың ішіндегі шарп мұнарасында. Түтін шығаратын банкалар да мұнараның екі жағында орналасқан. Жолбарыс ай алғаш рет Тунисте 1942 жылдың аяғында пайда болды, және олардың сыртқы түрі британдық әскерлерді таңғалдырды. Олар Италия, Нормандия және шығыс майдандарын қоса алғанда барлық майдандарда қолданылды. Тек 1944 жылдың ортасына дейін одақтастар британдық Sherman Firefly және ресейлік 3485 сияқты жолбарыс танкіне тиімді төтеп бере алатын танктерді шығара алды. 1942 жылдың тамызы мен 1944 жылдың тамызы аралығында бар болғаны 1,350 тайгер ай құрастырылды. Басқа сирек нұсқаларға командирлік танк болған Befex Panzer Tiger және үлкен өздігінен жүретін минометпен ерекшеленетін Storm Tiger кіреді. YouTube-тегі Simple History арнасындағы барлық қолдауларыңыз үшін рахмет. Егер сізге ұнаған болса, біздің Patreon парақшамызға кіріп көріңіз. Мұнда сіз бізге қайырымдылық жасау арқылы арнаға қолдау көрсете аласыз, және біз сіз үшін жасай алатын нәрселерге үлкен үлес қоса аласыз. Сонымен қатар, сіз алдағы бейнелерге ерте қол жеткізе аласыз. Сондықтан осы бағытты дамытуды жалғастырайық. Және осы таңғажайып қауымдастықтың бір бөлігі болғаныңыз үшін рахмет. Екінші дүниежүзілік соғыс туралы жаңа бейнелерге жазылыңыз. Бүгін Екінші дүниежүзілік соғыстың қарапайым тарихының көшірмесін ал.